Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 111-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Бүгінгі тақырып Байқоңырым мақтанышым, сын есім. Тыңдаған мәтіннің мазмұнын айтамын. Сын есім туралы білетінімді еске түсіремін. 33-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы, ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир, орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың байланыс құралдарын метеорологиялық, биологиялық, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, сол бойынша мазмұнын айт. Жалпы мәтін Байқоңыр ғарыш айлағы жайында жазылған. Осы жерде көптеген ғарыш кемелері, соның ішінде Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир, орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. 34-ші жаттығу. Алдымен мәтінді толық оқы, содан соң сын есімдерсіз оқы. Сонда мәтін мазмұнында қандай өзгеріс болғанын айт. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғары температураға төзімді, жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасындағы сенімді байланыс құралдарын да ойластыруы керек. Сын есімдер не үшін қажет екенін түсіндір. Сын есімдер қуатты, жоғары, төзімді, жеңіл, сенімді сөздері. Заттың сынын білдіріп, қандай талаптарға сай болу керектігі жөнінде мәлімет беріп тұр. Мәтінді көшіріп жаз, сын есімдердің астын сыз. Қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін айт. Туынды сын есім қуатты, төзімді, сенімді. Негізгі сын есім жоғары, жеңіл. 35-ші жаттығу. Берілген сын есімдерге сай келетін затты тап. Неліктен сол затты айтқаныңды дәлелде. Бұл жерде шаш қалың, ұзын, бұйра және қысқа болуы мүмкін. Екінші, үй кең, жарық, биік болуы мүмкін. 36-ші жаттығу. Жұмбақты жатқа жаз. Шешуін тап. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Бұл жұмбақтың жауабы күн. Сын есімдерді тап. Сын есім үлкен алтын. Жұмбақталған зат туралы тағы қандай жұмбақ білесің? Алтын сандық ашылды, ішінен жібек шашылды. Оның жауабы күн және оның шапағы. Шығармашылық үзіліс. 37-ші жаттығу. Егер сен құрастырушы болсан, қандай ұшақ түрін құрастырар едің? Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, менің ұшағым тақырыбында мәтін құрастырып көр. Салмағы, жылдамдығы, түсі, пайдасы туралы айтылуы керек. Менің ұшағым. Егерде мен ұшақ жасаушы компанияда құрастырушы болсам, бір керемет ұшақ жасар едім. Оның түсі ақ, салмағы 560 тонна, ал жылдамдығы 900 км сағатына. Жасаған ұшағымда тиімді бағада билеттер сатылады. Адамдар әрі уақыт, әрі ақша үнемдейтін болады. Сонымен қатар жоғары санатты қызмет, сапалы дәмді тамақ тегін болатын еді. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.